Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Азамат KZ достар. Мен бүгін сіздерге көрсететін боламын достар. Алдыңғы кешегі салған постымда сіздер тегін интернет түсірші деп көп дауыс беріпсіздер. Бүгін енді сіздерге тегін интернет көрсететін боламын достар. Міне менде сообщение келіп жатыр достар. Көріп тұрғандарыңызда ютубтан, ВК-дан деген сияқты. ютубқа да менікі қазір көрейік, кіре ме екен әлде кірмейді ме екен. Мен сіздерге алдыңғы жолы көрсеткен, кіріп тұр достар. Сіздерге алдыңғы жолы көрсеткен способ бар ғой, мен сонымен қазір кіремін. Соны пайдаланамын, яғни ал достар, ода ютубта видео көрсетпей жатады и Play Market'тен кейбір заттар тартпай жатады. Кейбір заттар емес, Play Market'тен жалпы 20-30 мегабайттан жоғары, памяті жоғары приложениелерді тартпайды ондай способпен. Ал достар, бүгін енді сіздерге оны VPN арқылы оны жүзеге асыруға болады. Сіздер алдыңғы способпен бүгін көрсететін способ екеуін қоссаңыздар, достар, керемет нәрсе шығады. Скорость кішкене төмендеу болса да достар, сіздер ютубтан видео көре аласыздар. Қысқасын айтқанда, мегабайты бар адам сияқты жүре аласыздар. Егер оны білгілеріңіз келсе, мен алдыңғы видеоға ссылка қалдырып кетемін, описанияға, соны көріп алыңыздар. Ал сосын осы видеоны көріңіздер, сонда барлығын түсінесіздер достар. Достар, ең алдымен мінекей Anonytune дейтін VPN бар. Бұны Play Market'тен скачать етіп алсаңыздар болады. Anonytune'ға кіреміз. Кірген кезде мына жерде реклама шықты достар, кешіресіздер. Осы жерде үстінде 3 точка тұрады. Және 3 точканың жанында бір жазу тұрады. Setting деген, осыны басамыз достар. Осы жерден осындай заттар шығады. Мынау өшік тұрса, бұны қосамыз. Және де мына жерден HTTP дегенді таңдаймыз. И осы жерде 80 деп жазамыз достар. Барлығын жақсылап көріп алыңыздар. Скриншотқа түсіріп алыңыздар. Мынау да өшік тұрса, осыны да қосамыз достар. Және осы жерде мына жерде міне көк оранжевый жазу тұр, қызғылт сары, мінекей. Осыны басамыз. Басқан кезде осындай нәрсе шығады. Яғни біз Қазақстанда тұрамыз. Қазақпыз, сондықтан да баланс деген жерге өзіңіздің қолданатын мобильный связіңіз жазасыз. Яғни Теле2 болса Теле2, актив болса актив деген сияқты. Ал мен Билайн деп жазамын және нүкте қойып KZ дейсіздер. Достар, дәл осылай. Ал сосын мына жерде Connect дейтін бар, Connect дейтінді қоясыз. Normal деп тұрады, нормалды басасыз. И сосын осы жерде онлайн хост және де осы жерде forward host, осы агент дейтін үшеу бар. Осы үшеуіне галочка қоясыздар. Ал сосын мына жерден save дейтінді басасыздар. Save, мінекей достар. Ал сосын мына жерден тағы save дейтін тұрады. Осы save'ті басасыздар. Басқан әкет сізге ел таңдау керек болады. Осы жерден елді басасыздар да, достар, негізі Қазақстанға жақынырақ елдерді таңдаған дұрыс. Айтпесе, егер сіздер Қазақстаннан алыстағы елдерді таңдасаңыздар, скорость өте нашар болуы мүмкін, кірмей қалуы мүмкін. Негізі достар, Нидерланды мен Германия Қазақстанға жақын емес. Бірақ неге екенін білмеймін, оларда нормально, егер соларға қосылсаңыздар, скорость нормально болады. Ал достар, осы жерден сіздер, бірақ осылардың арасынан сіздер США-ны и осы үшеуінен таңдай аласыздар. Үшін United Kingdom, Канада, Германия, Нидерланд. Осы төртеуін таңдай аласыздар. Ал қалғандарында скорость нашар болады. Достар, түсінікті болды деген ойдамын. Сосын Connect дегенді басамыз. Міндетті түрде бізге реклама шығады. Connecting болып жатыр бізде. Достар, қазір қосылуы керек. Connected достар болды. Көріп тұрғандарыңыздай. Бір нәрсеге кіріп көрейік. Кірейік достар. Байқасаңыздар достар, YouTube жаңа ашты. Бірақ толық мен алдыңғы көрсеткен способын ашады, бірақ видеоны көре алмайсыздар. Сондықтан да сіздер міндетті түрде
Мінекей достар, ютубтан келген сообщениелер осылай келеді. Ешқандай канал превью жоқ болып келеді. Достар, мінекей YouTube ашты бізде. Осы жерден любой видеоға кірсек көрсете береді. Мысалы, мінекей достар, менің каналым мынау. И каналымда мен осы жерде міне тегін интернет шок 2021 жаңа способ деген видео бар. Осыны көрсетер достар. Бізде реклама шықты. Достар, осы способты көріп, осы способты істейсіздер. И мен бүгін көрсеткен способты істейсіздер. Және де интернет осындай болады, көріп тұрғандарыңыздай. Видео ашады. Мен сіздерге егер дәлел керек болса, дәлелдеп кетейін. Қараңыздар. Мінекей достар, қазір бізге сообщение келеді. Күте тұрайық, кішкене сообщение келгенше. Мінекей достар, бізге сообщение келді достар. Крик. Мінекей. Яркий за 5990. Пакет не действует. Для активации пополните баланс на 5990 тенге. Ежедневный пакет 0 килобайт. Достар, көріп тұрғандарыңыздар, менде 0 килобайт. Я. Мінекей. Енді достар, осы видеоға лайк басыңыздар. Я, егер сіздерге көмектессе, әрине, арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер. Тағы да тегін интернет таппай жүрген достарыңыз болса, осы видеоны жіберіңіздер. Достар, бұл өте тиімді способ тегін интернеттің. Комментарийге жазыңыздар, қандай видео түсірейін достар. Алдыңғы видеоларды міндетті түрде көріп кетіңіздер. Ал сіздермен бірге болған Азамат KZ. Сау болыңыздар, аман жүріңіздер.